Қайырлы күн, құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы Қарағанды облысы тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы жанындағы ресурстық тіл орталығының бөлім меңгерушісі Қатпышова Диляра Серікқызы. Қош келдіңіз. Рахмет шақырғандарыңызға. Жақсы, алғашқы сұрағым, қай тілдерді еркін меңгергенсіз? Ең алғашқы өз ана тілім қазақ тілі, одан кейін мен білім алған тіл ол орыс тілі, және өзім үшін үйреніп жүрген ағылшын тіл және кәріс тілі. Жақсы, ең алғаш осы тілдерді меңгеруге деген қызығушылығыңыз қай жастан басталды? Ең алғашқы осы қызығушылығым танытқан кезім ол мектепке дейін кезім деп ойлаймын. Мен ол кезде бір 5-6 жасар бала болатынмын. Менде үйде Роберт Рождественскийдің жаңағы шығармалары жинағы болған. Ол кезде Дон Кихот деген ағылшынша жазылған дүние сол кітапты оқимын деп, мен ол кезде қазақша әліпбиді де білмеймін, орысша алфавитті де білмеймін. Ол кезде туыстарыма кім ағылшын тілін біледі, сол кезде жалынатынмын. Мені үйретіңіздер, осыны оқығым келе, сондағысы мағынасын маған ешкім айта алмады ол кезде. Алайда менің әпкем жаңағы ағылшын әліпбисін үйретіп, соны мен ежелесем де сол Дон Кихот шығармасын оқи бастадым сол кезде. Ол кезде мен мектепке барған емеспін. Демек, ең алғаш оқыған кітабыңыз тіпті қазақ тілінде емес, орыс тілінде емес, осы ағылшын тілінде болған екен, иә? Иә, дәл солай. Ең алғаш оқыған кітабым ағылшынша болды. Жақсы. Одан әрмен жаңағы бала кезінде 5-6 жасыңызда бастадыңыз ғой, осы жолды деп айтсақ болады, тілге деген қызығушылығыңыз осы жастан басталды. Әрмен қарай қалай өрбіді? Негізінде сол ағылшын тілі менде нақты үйренем деген ниет болған жоқ. Негізінде сол жаңа кітапты оқығаннан кейін менде аса ағылшын тіліне деген қызығушылық болған жоқ. Одан кейін бір 5-ші сыныптан бастап, өздеріңіз білесіздер ғой, кәріс дорамалары көп көрсете бастады. Одан кейін жаңағы әртүрлі кей-поп артистер өлең айта бастады. Одан кейін мен сол кісілерге өте қатты қызығушылығым артып, солардың сұхбаттарын көргім келді. Ол қазақ тілінде немесе орыс тілінде ол кезде аудармасы болған жоқ. Титрларда болған жоқ. Мысалы, көресің, тек қана кәріс тілде болды. Одан кейін мен жаңағы субтитр дейді ғой ютубта, соны ағылшын тіліне қосатынмын. Содан кейін сол арқылы мен ағылшын тілін қатты ниетпен оқымасам да, жаңағы қызығушылық, жаңағы кәріс халқының мәдениетін білгім келгендіктен мен ағылшынша көре бастадым. Жақсы, солай әрмен қарай өрбідіңіз. Жақсы, осы тіл үйренудегі өзіңіз қолданып жүрген әлде әдісіңізбен бөліссеңіз. Мен үшін ең қолайлы деп айтуға болады. Мен өте әнді тыңдағанды ұнатамын. Мысалы, мен ағылшын тілінде өте көп ән тыңдаймын. Сол арқылы сөздік қорым толығады. Жаңағы одан бөлек фильмдерді жақсы көремін ағылшын тілін көргенді. Солай. Кәріс тілін қалай үйреніп бастадыңыз? Жаңағы айтып кеткенде, Корей мәдениетіне өте қызығушылығым деген көп болды. Одан кейін мен бірінші курс оқыған кезде мен курсқа бара бастадым. Иә. Алайда ол кезде өзі кәрістің алфавиті хангыль деп аталады. Сол хангыльді үйрену үшін өте көп уақыт кетті. Одан кейін мен ол курсты кішкене қалдырдым, бірақ өзім үйреніп жүрмін. Әрмен қарай жалғастырасыз. Иә. Жақсы, өзіңіз мысалы тілді үйрену барысында белгілі бір жетекшіңіз болмапты, иә? Осының бастауында өзіңіз үйреніп, өз қызығушылығыңызбен әрмен қарай жалғастырып кетіпсіз. Тіл үйренуде бұл да бір талант деп білеміз, бұл да бір өнер, екінің бірінің қолынан келе бермейтін, әрмен қарай әр адам алып кете бермейтін. Жақсы, осы күш-жігерді қайдан аласыз тіл үйрену барысында? Бүкіл дүниені мен өзім ниетпен бастаймын. Мысалы, жаңағы ағылшын тілін үйренгім келген кезде айтып кеткенде, кәріс тілін мәдениетін үйренгім келді. Кәріс тілін не үшін білгім келді? Мен ол жаққа бір күні барамын деген ниетте болды. Одан бөлек маған өте қатты ұнайды француз тілі және итальян тілі. Мен шыны керек ол курстарға да бардым. Алайда ол кезде карантин кезі болғаннан кейін мен бір сабақтарын өткеннен кейін жабылып кетті ол курстар. Негізі өзімді ерік-жігері мол адам деп айта алмаймын. Және де мен мысалы бір мұғаліммен жұмыс істегенде аса қатты ұнатпайтын шығармын. Себебі ол кезде кесте болу керек, осындай уақытта бару керек. Мен өзімнің темпімді білемін және сол арқылы жұмыс істеймін. Мысалы, мен бос уақытым мүмкін мен түнгі сағат 2-де оқи бастаймын, мүмкін таңғы сағат 6-да, ол өзіме байланысты. Ниетім ашылғанына байланысты деп айтсақ болады. Және өзім үшін
күшті дүниені ашқан ол Lingus деген сайт. Соның ішінде жаңағы жинақтар бар. Мысалы, кәріс тілін оқисың ба, итальян тілін оқисың ба, француз, әртүрлі тілдер бар оның ішінде. Мен өте қатты қызық кетті. Мен япон тілінде де іздеп көрдім, бірақ ол жерде шыны керек әліпбилері өте қиындау. Қытай тілінде де өте және мені маған мотивация беретін әртүрлі полиглоттар. Мысалы, Қазақстанда осы Ақтота деген қыз бар, ол қазіргі таңда қателеспесем 11 тіл біледі ғой. Өзі жас қыз, Өзі жас қыз, қазір 19-да ма, және сол қызды мен көрген сайын өзіме шабыт аламын. Менде де мысалы көп тіл білгім келеді, қаншама адаммен сөйлескім келеді. Жақсы, жаңағы өз күш-жігеріңізбен, ерік-жігеріңізбен оқып кеткен тілдерін, оқып бастап көрген тілдердің бірі француз, испан тілі дедіңіз, итальян тілі. Жақсы, қазақ тіліне ұқсайтын бір мәнер бар ма? Мысалы, корей тілі мен қазақ тілінің ұқсастықтары ма, буындық жағынан, дыбыстық жағынан, немесе француз тілі мен қазақ тілінің сондай бір ерекше тұстары бар ма, қызықты тұстары? Көпшіліктің мүмкін ондай көзқарастары болуы мүмкін тілге қатысты, бірақ менің өзімнің байқағаным әр тілдің орны бөлек, және мен оны, мысалы, кәріс тілі, ол тек қана кәріс тілі, мен оны басқа тілдермен мысалы араластырмаймын да, және бір-бірлеріне ұқсастықтар шыны керек мен үшін, мен әлі таппадым. Жақсы. Тіл үйрену барысындағы қызықты және қиын тұстармен бөліссеңіз, өзіңіздің практикаңызда негізі мен өзім үйренсем де, бірақ әлі практикадан кішкене қорқақтаймын. Мен өзім кішкене ұялшақ адам болғаннан кейін сол практикадан қорқатынмын. Бірақ алайда өткен жылы 2024 жылда мен Алматы облысына жаңағы Көлсай, Қайыңды деген турмен барған болатын. Сол кезде менің танысқаным француз отбасымен таныстым. Сол кезде мен ең алғашқы рет андай үлкен практика деп айтуға болады мен үшін. Сол кезде мен сол кісілермен ағылшын тілінде, сол кезде мен ол жерде қатем бар ма, жоқ па, ондайды ойлаған жоқпын. Тек қана еркін сөйлестім. Сол кезде ол мағанда да үлкен мотивация болды. Одан бөлек мен Қытай отбасымен таныстым. Ол кісілермен де жаңа ағылшынша сөйлестім. Ол кісілердің негізі сөйлеу түрі өзгеше болды. Акценттері де басқаша. Акценттері де өзгеше. Жақсы, осы тәжірибе барысында сіз бір тіл арқылы, бір ғана тіл арқылы әртүрлі ұлттың сөйлесе алатынын, қарым-қатынас құра алатынын көзіңіз жетті, өте қызықты тұс. Жақсы, ал қиын тұстар жайлы кетсеңіз үйрену барысында. Ең қиын тұстарын айта кетсек, ол жаңағы кәріс тілінің жаңағы хангыль алфавиті. Мен үшін өте қатты берілді. Мен оны қанша ай оқыдым, жаңағы орысша айтқанда гласный согласный деген бар ғой, жаңағы кәріс тілінде гласный бөлек болады, және олар тағы да қосылады бір-бірлеріне, олар дифтонг деп айтылады. Сонымен сол маған өте қатты жаттауға өте қиын болды мен үшін. Жақсы, Диляра ханым, сіз осы тіл үйренуге деген қызығушылығыңыз кәріс мәдениетін үйренуден басталды. Ал осы тіл үйрену сізді басқа мәдениеттерді қандай көзқараспен қарауға жетеледі? Мәдениеттерді қалай қарай бастадыңыз? Көзқарасыңыз өзгерді ме? Дүниетанымыңыз өзгерген шығар мүмкін? Өзге ұлттың мәдениетін білу мен үшін өзімді ашық және еркін сезінуге бейімдейді. Негізі біздің халқымызда, біздің қоғамымызда негізі өзі шектеу деген көп қой. Бірақ осы тіл үйрену арқылы мен өзімді ашық сезіне бастадым. Өмірде негізі шектеулер қоймаған дұрыс деп санаймын. Еркіндікке. Жақсы, болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Негізі мен өзім көп тілді меңгергім келеді. Оның ішінде жаңа қазақ тілі өз ана тілім, орыс тілі, ағылшын тілі, француз тілін білгім келеді, толықтай, кәріс тілін, итальян тілін білгім келеді. Болашақта араб тілін үйренсем деген ниетім бар. Қытай тілін үйренуге болады. Әзірше сол. Әр тілге деген өзіңізше бір құрметпен, ізетпен қараймыз ғой. Жақсы, ал киносериалдарды қазір қай тілдерде көресіз? Киносериалдарды мен әртүрлі, мысалы қазақ тілінде көре аламын, орыс тілінде көре аламын, және ағылшын тілде, бірақ субтитрмен қараймын. Әзірше, себебі менің тыңдау қабілетім әзірше 100% ағылшын тілінде түсінемін деп айта алмаймын. Сондықтан мен субтитр қолданамын. Жақсы. Кәрісше көресіз ба? Кәрісше көремін. Кәрісше көремін, бірақ ағылшынша немесе қазір субтитрмен көремін. Жақсы. Ал кітапты қай тілде оқисыз? Ағылшын тілінде кітап оқисыз ба? Оқимын.
Қандай кітаптар оқыдыңыз? The Love Song деген Николас Барстың ең алғашқы кітабы болған. Сол кітапты Түсіну жақсы қиын көремін. болған жоқ па сізге? Жоқ, ол оңай тілде жазылған. Сонымен қатар мен электронды кітаптарды көп оқимын. Мгм. Ол жерде көп сайттар бар ғой. Мысалы, бір кітапты таңдасаң, ол жерде мысалы бір түсінбейтін сөзің болса, баса салсаң, үстінде жаңағы аудармасы шығып тұрады. Бірден. Сол өте ыңғайлы. Жақсы, зейінді жаңағы шаршатпайды, ойды Иә, шаршатпайды, иә, бірден иә. көруге болады. Мысалы, мен басқа сайтқа кіріп, оның аудармасын қарап неттім, тек қана баса салсаң, аудармасы шығады. Жақсы, өзіңіз білетін тілдерде тіл үйренуге мотивация беріп кетсеңіз. Құрметті тыңдарман, тіл үйрену болашаққа деген үлкен белестерді және мүмкіндіктерді ашады. Дорогие зрители, будьте открыты ко всему новому. Язык является самым ценным ключом для новых знаний, новых возможностей и новых встреч. It's so interesting to know different languages. It's like a bridge between other cultures and the other people. The learning languages opens doors to new relationships and opportunities. Everyday study brings you one step closer to confidence and success. Жобамызға қатысқаныңызға рахмет. Қош сау болыңыз, көрермен. Сау болыңыздар.